Бірінші сынып математика. Сабақтың тақырыбы уақыт, сағат, минут, сүйікті ертегілеріміз. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты: уақыт шамаларын ажырату, оларды өлшеу үшін өлшемдер мен құралдарды таңдау, өлшемдер жүргізу. Өлшем бірліктерді уақыт, сағат қолданып өлшеу. Уақытты циферблат бойынша 12 сағаттық форматта анықтау және уақыт өлшем бірліктерін минут және сағатқа ажырата білу. Сабақ мақсаты: оқушы сағаттық және минуттық тілді ажыратып, өз бетінше уақытты анықтай алады. Уақыт өлшем бірліктерін сағат және минут өлшемдерін есептеуде қолданады. Сабақтың басы психологиялық ахуал қалыптастыру. Психологиялық ахуал ретінде ертегі кейіпкерлері әдісін алдым, себебі бұнда ертегі кейіпкерлерін өлең шумақтарын айтумен басталады. Негізгі тақырып уақыт, сағат, минут болғанымен, қосымша тақырып бізде сүйікті ертегілеріміз болғандықтан, бұл тақырыпты да сабақ кезеңдерінің бірі ретінде қолдануды жөн көрдім. Өткенді пысықтау, жыл мезгілдері, апта, күн тақырыбын пысықтау үшін пицца әдісін қолдандым. Бұл әдісті таңдап алуымның басты мақсаты оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, сабақты қызықты ету. Яғни 4 сезона, яғни 4 мезгіл пиццасы секілді әр мезгілдің ай атаулары жазылған қоспалармен пиццаны толықтыру арқылы оқушылармен өткен тақырыпты қайталау. Жаңа тақырып экранға қарап бейне сабақты тамашалау арқылы жүргізілетін болады. Уақыт өлшем бірліктері, яғни уақыт және сағат, минут тілдері, сонымен қатар оларды есептеуде қолдану жолдары түсіндіріледі. Жеке жұмыс жұмыртқа ашу әдісі арқылы жүргізілетін болады. Яғни оқушылардың барлығына бір-бірден жұмыртқа таратылады және олар жұмыртқа қабығын ашып, ішіндегі сағатта жазулы тұрған сағаттық және минуттық тілді ажыратып, оны дұрыс оқи алуы қажет. Жеке жұмыс барысында ерекше білім беруді қажет ететін оқушыға арналған жеке тапсырма да дәл осы жұмыртқа ашу әдісі арқылы жүргізілетін болады. Яғни оқушы жұмыртқаның қабығын ашып, ішіндегі сағат моделінде берілген сағаттың тілін қызылға, ал минут тілін көкке бояу ұсынылады. Жұптық жұмыс нұсқаушы әдісі арқылы тапсырманы жұп болып орындап, есептің қысқаша шарты мен сұлбасын сәйкестендіру арқылы жүргізіледі. Нұсқаушы әдісін жұптық жұмыс кезінде қолданудың артықшылығы бір-бірінің қатесін дер кезінде жөндеуге мүмкіндік береді. Сергіту сәті үшін сағат тілі жаттығуын таңдап алдым. Себебі сергіту сәті де сабақтың негізгі кезеңдерінің бірі, және сәйкесінше ол сабақ мақсатына сәйкес таңдалуы керек деп есептеймін. Топтық жұмыс пирамида әдісі арқылы қағазда берілген сағат моделіндегі уақыт пен стакандарда берілген уақытты қатар-қатар қою арқылы сәйкестендіреді. Кері байланыс білім тамшылары әдісі арқылы тақырыпты түсіну деңгейіне сәйкес тамшыларды апарады. Оқушылардың жас ерекшелігін және қызығушылықтарын назарға ала отырып, және бірінші сыныпта қалыптастырушы бағалау болмайтындығын ескере отырып, шапалақтау және жұлдызша әдістер арқылы оқушының әрбір жасаған жұмысын ынталандырып, келесі тапсырмаға құлшынысын арттыруды жоспарладым. Оқушылар әр тапсырманы орындағаны үшін дескрипторға сәйкес бір жұлдызшамен бағаланып отырды. Әр тапсырманы жасау барысында функционалдық сауаттылықты негізге ала отырып жасадым. Яғни уақытты тиімді пайдалану, уақытқа бағыну, тайм менеджмент, уақытты жоспарлау, күн тәртібіне және уақытқа бағынуды басшылыққа алдым.